Сіздермен бірге Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің 1-ші курс студенті Мадина Батай. Біз бүгін 4-ші курс студенті, абитуриенттер арасында танымалдылыққа ие қосымшаның контент-маркетолог маманы Аяжан Сапаралымен сұхбаттасатын боламыз. Сәлем! Аяжан, сіз Хатудың журналистика мамандығына оқып жатырсыз. Қазіргі істеп жүрген жұмысыңызбен байланысы бар ма? Я менің Хатудағы негізгі білім беру бағдарламам ол журналистика сыныбында, және осы жылдары қызметім маркетинг бөлімінде контент-менеджер қызметін атқарамын, сондықтан тікелей байланыс бар деп айтсам болады. Ал сабақ пен жұмысты қатар алып жүру сізге қиындық туғызбай ма? Негізі баста қиындық туғызды. Мен бұл жақта қазір жұмыс істеп жатқаныма 1,5 жылдан уақыт асты. Алғашқы кірген кезінде қиын болды, енді 3-ші курста сабақ бар, жұмыс бар деген сияқты. Қазір әбден төселіп қалғаннан кейін қиындық жоқ. Жақта масс-медиа саласына ауысу ойыңызда бар ма? Негізі маған телевизия саласына қарағанда пиар баспасөз қызметі әлдеқайда қызық. Осыдан 6 ай бұрын мен Хатудың әскери кафедрасын тәмамдадым. 40 күн оқу жаттығуларынан өттік, ант қабылдадым. Енді осы дипломымды қорғағаннан кейін маған запастағы лейтенант шені беріледі. Және осы әскери билетімді пайдаланып, алдағы уақытта ішкі істер басқармасында баспасөз хатшысы болып жұмыс істеу ойымда бар. 3-4 айдан кейін жоғары оқу орнын тәмамдайсыз. Дипломдық жұмысқа дайындығыңыз қалай болып жатыр? Өте жақсы. Негізі менің дипломдық жұмысымның тақырыбы әлеуметтік мәселелердің Түркістан және Айқын газеттерінде жазылу ерекшеліктері, салыстырмалы талдау. Сондықтан қазіргі таңда мен көп уақытымды ұлттық кітапханада өткізіп жатырмын. Өйткені газеттің ескі архивтерін ақтарып, бұрынғы жазылған материалдарды жинақтаумен айналысып жатырмын. Қазіргі уақытта шамамен енді кіріспесін бітірейін деп қалдым. Әзірге ешқандай қиындықтар туындап жатқан жоқ. Барлығы жақсы өтіп жатыр. Рахмет. Қорғауыңыз сәтті өтсін, сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, осымен біздің хабарымыз соңына жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін қонақта болған Хату университетінің 4-ші курс студенті Аяжан Сапаралы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.